Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Жоспар бойынша электроника пәнінен келесі сабағымызды бастаймыз. Сол үшін қазір мен мынау демонстрация экранаға көшемін. Мінекей екінші дәрістің тақырыбы экранда сіздерге көрініп тұр. Электронды лампалар, екі электронды лампалар, диодтар. Соның ішінде жаңағы қарастыратын сұрақтар, мінекей негізгі сұрақтар. Бұл пән мінекей электроника пәні, және осы материал, бүгін сіздер тыңдайтын материал, ол жалғыз электроника емес, онымен қоса аналогты және цифрлық технология сол пәнге де келеді, және электр тізбектерінің теориясы сол пәнге де келеді. Сонда үш пәнге де осы бүгінгі сіздер тыңдайтын материал сол үш бағыт, үш пәнге де жатады деп айтуға болады. Әдебиет. Мінекей сіздерге мен экраннан жылжытып осы әдебиетті көрсетем. Мінекей мынау Жеребцов деген өте тамаша кітап. Енді кітаптардың бәрі жақсы. Бұның ішінде біреуі жақсы, біреуі нашар деп айтуға келмейді. Бәрі жақсы, тамаша кітаптар. Мінекей сіздерге оны мен экранда мынау жылжымалы режимда көрсетіп шығам. Мінекей жайлап, асықпай жылжымалы режимда көрсетіп шығам. Мынау мінекей Генлип Рус Есей, анау электронды кітаптарды алатын кітапхана. Тегін бесплатно алуға болады. Осы жақсы кітапхана. Мен өзімді тыңдаған студенттерге, магистранттарға, докторанттарға әрдайым осы кітапхананы реклама жасап, мақтап, мәдақтап жүрем. Жақсы кітапхана. Болмаса мінекей менің өзім туралы деректер, аты жөнім жазылған, мінекей лектор аты жөнім, ғылыми атағым. Мынау мінекей қазір мен жұмыс істеп жатқан университет, Тұран Астана университеті. Соның ішінде жаңағы IT, Information Technology кафедрасында жұмыс істеп жатырмын. Мынау кері байланыс жүйесі деген болады. Кері байланыс жүйесіне байланысты мінекей өзімнің электронный адресім және WhatsApp номерім. Енді жаңа тақырыпты мінекей көрдіңіздер. Электронды лампалар, екі электронды лампа, оның ішінде диодтар бүгінгі тақырып. Енді осы лампалар туралы айтатын болсақ, кейде мысалға айталық, мынандай бір жалған ой, жалған пікір болып қалады. Кейбір адамдар ойлап қалуы мүмкін, мынау полупроводниковая жартылай өткізгішті электроника қазір қатты дамыған. Сондықтан мынау лампылы аспаптар, лампылы приборлар, олар мысалға айталық қазіргі кезде қажет емес шығар деген сондай қате ой болып қалады. Кейбір кезде мен енді өзімнің анау лекторлық тәжірибемде сондай сұрақты студенттер де қойып атады, кейде магистранттар да қойып атады. Енді лампылы аспаптар, олар ескірген шығар, оны оқудың қаншама қажеті бар дегендей. Сосын мен түсіндіріп айтамын, жоқ, сіздер қателесесіздер. Мынау электроникада, жалғыз электроника емес, енді мінекей қараңыздар, радиотехника дейміз. Радиотехника, приборостроение, электроника, аналогты цифрлық технология, аналогты цифрлық приборостроение. Сосын әсіресе мынау
радиотехника дегеннің өзі ол да көп сала ғой. Соның ішінде мысалға радиотехникада мына радиосвязь енді оның ішінде мысалға айталық әскери технологияда анау әлгі радиолокация деген бағыт бар, радиолокация, радиопеленгация деген бағыт бар. Сосын үлкен әлгі қуатты мощный радиостанциялар жұмыс істегенде сол кезде лампылы аспаптар олар незаменимый, орысша айтқанда незаменимый, оларды жаңағындай басқа жартылай өткізгішті немесе басқадай аспаптар оларды ауыстыра алмайды. Сонда мына лампалы аспаптардың өздерінің орны, рөлі бәрі ерекше. Мысалға айталық, мінекей радиотелеграфный, мына суретте көрсетіп тұр ғой, радиотелеграфный связь дейді. Мысалға айталық, анау үлкен қуатты радиостанциялар жұмыс істегенде, мынау енді әскери технология дедік қой, жаңағы радиопередатчиктер деген болады. Радиопередатчиктер әртүрлі жиілікте, әртүрлі жаңағы толқын жиілігінде эфирдегі солар жұмыс істегенде жаңағы қуатты толқындарды тарату үшін немесе мынау быстродействующий деген прибор болады. Быстродействующий деген прибор, значит, әлгі переключение, анау кілттік режимде жұмыс істегенде жаңағы тез ауысып отыру керек. Мысалға айталық 10-ның -4, -5, -6, -7 дәрежеде секунд сондай жылдамдықпен жұмыс істеу керек. Сол кезде мынау лампылы аспаптар олар енді бірінші орында тұрады. Оларды басқа анау әлгі жартылай өткізгішті электроника приборлар оларды жаңағы ауыстыра алмайды. Мінекей, сондықтан бұл тағы да қайталап айтамын, әсіресе әскери технологияда лампылы аспаптардың рөлі ерекше. Олар ешбір басқа аспап құралдар оларды әлгі ауыстыра алмайды. Мінекей, мысалға айталық, мынау не? Ламповый, қазір айтайық. Мынау ламповый супергетеродинный приемник дейді. Ламповый супергетеродинный приемниктің мінекей схемасы. Мынау мінекей антенна кіретін жағы, мынау мінекей электронды лампылар, мынау мінекей әлгі усилитель промежуточной частоты дегендері болады. Аяғында мінекей мынау динамикке шығатын сигнал, мінекей динамикке шығады. Мынау міне жаңа мен сіздерге айттым ғой, әлгі радионавигация, радиопеленгация. Мінекей мынау самолет ұшып бара жатыр, сонда мынау электромагнитный толқындармен анандай әлгі радионавигация жасайды электромагнитный толқындар арқылы, немесе пеленгация жасайды, арақашықтығын анықтайды. Енді көп салада қолданады осы электромагнитный толқындар. Сол электромагнитный толқындарды шығаратын осы шығарып және электромагнитный толқындарды әлгі таратып, оны басқарып, оны управлять етіп отыруға осы лампадан артық ештеме жоқ. Быстродействие, жаңа айттық қой, быстродействие, анау тез жылдамдықпенен, өте жоғарғы жылдамдықпен жұмыс істейді. Мынау міне сол самолеттегі радиопеленгация, радионавигация арқылы мынау мінекей көрсеткіштер панорамный снимок дейді. Анау сол өздерінің қажет етіп жатқан жердің бетіне мінекей панорамный снимка жасаған. Мынау да мінекей соның бір көрінісі. Жаңағы мынау самолет, мінекей қараңыздар, мынау мінекей сол радиопеленгацияның схемасы. Енді бұл енді лампылардың түрі өте типтері, түрлері, олардың көп болады ғой. Соның ішінен бүгін қарастыратынымыз екі электронды лампа, оны диод деп атайды, екі электроды бар. Мінекей мынау соның сурет схемасы. Мінекей ол былай болады, мынандай баллонның ішінен жаңағы ауа сорып алып тастайды, выкачивать етіп сорып алып тастайды. Сосын вакуум болады мына баллонның ішінде. Сол жерде екі электрод орналастырады. Мінекей мынау анод, жоғарғы жақтағысы, мынау катод. Катодтан электрондар шығады.
электрондар шығады. Содан кейін ол анодқа қарай жүру керек. Сонда егер де мына жерде мінекей анод, мынау үстіңгісі анод қой. Осы анодты біз мына плюсқа жалғасақ, катодты минусқа жалғасақ, сонда мына жерде вакуум болғаннан кейін, мына жерде электрондар жақсы шығады да былай қарай катодқа қарай жүреді. Енді ол өздеріңіз білесіздер, мына әрбір металды, мынау анод пенен катод, ол не әлгі металдан жасалатын пластиналар, металдық конструкция, анодта, катодта. Енді мінекей қараңыздар, мына жерде мінекей осы катодтан шығатын электрондар жақсы былай әлгі көп және қуатты шығу үшін мына катодты мінекей мына екі стрелка тұр ғой. Мынау екі стрелка жаңағы нить накала деп атайды. Екі стрелка нить накала, сол нить накаламенен мына катодты қыздырады. Сонда қыздырғанда мынау электрондар ана металдың бетіне шығады. Работа выхода электрона дегенде, енді оны сіздер әлгі мектепте, одан кейін мына физиканың университетке түскенде физиканың бірінші курсында жаңағы оқыдыңыздар ғой, жаңағы термоэлектронный эмиссия деген құбылыс болады. Сол термоэлектронный эмиссияның негізінде жаңағы мынау электрондар мына катодтың бетіне шығып, мынау анодқа қарай жүреді. Мінекей мынау осы екі электродты лампаның мынау несі әлгі. Мынау енді жай схемасы ғой, мына сурет схемасы. А мынау кәдімгі соның физикалық несі, құрылымы, физикалық құрылымы. Мінекей мынау сырты мынау шыныдан жасалған баллон, шынылы баллон. Мінекей мына жерде ортасындағы сым катод деп тұр, мінекей мынау анод. Мынау анод, сонда анау ортадағы сым катодтан электрондар шығып, мынау анодқа қарай жүреді. Мына жерде мынау катод, мынау сым проволока ретінде істелген, анод ол жаңағы цилиндр түрінде істелген. Полицилиндр дейді, іші бос, қуыс цилиндр түрінде анод істелген. Мінекей мынау осы сол лампаның физикалық суреті осы. Енді мынау мінекей мына жерде сіздерге мен мышкаменен көрсетіп тұрмын. Ол жаңағы не? Ол мінекей мынау осы катодтың несі? Суреті, разрез, кескіні дейді ғой. Мінекей мынау сыртындағы катод ол цилиндрический труба, сыртындағы катод. А мынау ортасында мінекей соны қыздыратын спираль. Мінекей. Бұны бейдеп атайды. Катоды косвенного накала дейді. Косвенный накал деген сөз, анау катод өзі тікелейінен қызбайды, оны мына қыздырғыш спираль болады. Осыны катод косвенного накала дейді. Вот мынау екі суретте катод косвенного накала болады. Катод прямого накала деген болады. Катод прямого накала ол мынандай қосымша спираль жоқ. Мінекей мына жерде көріп тұрсыздар ғой, мына А деген суретте мына сымды өзін тікелей қыздырады. Яғни мына қызып тұрған сым ол өзі катод, электрондарды ұшыратын өзі жаңағы нагревательный спиральдің рөлін орындап тұр. Мінекей мынау да сондайдың бір түрі. Мынау мінекей ішінде спиралі бар қыздырғыш катодтың бір цилиндрический катод мынау мінекей плоский катод мынау мінекей сол екі электродты лампаның несі, жалпы суреті, мынау соның схемасы мінекей. Мына жерде мінекей мынау көріп тұрсыздар ғой, катод. Мына жерде катод прямого накала, тікелей қызады ол өзі қызады, өзі электрон ұшырады. А мына жерде мінекей катод мінекей өзі бөлек тұр, а мынау нагревательный спираль астында бөлек тұр. Мінекей мына жерде мінекей екі ен деп тұр ғой, мына жерде екі ен ол нагревательный спираль. Мына жерде мынау. Сонда мынау катод прямого накала, мынау дегеніңіз катод косвенного накала дейді. Мынау мінекей енді мынау да сол көріп тұрсыздар, мінекей мынау спираль ортасында тұр. Мынау 1 мен 2 жаңағы катод мынау соның сыртындағы несі ғой, әлгі қосымша не жағадағы
дополнительный слой дейді. Ана катодтың сыртынан қосымша активті металдардың несін қабат слой жағады. Ана электрондар жақсы жылдам және көп болып шығу үшін мына катодтың бетінен сондай былай деп атайды оны оксидированные карбонизированные оксидированные сондай катодтар деп атайды. Мысалға барий стронций деген металды барий мен стронцийді жағып қоятын аның ең сыртына. Ана сонда барий мен стронцийдан щелочно-земельный металл дейді ғой, содан анау электрондар жақсы ұшады сонда. Сонда осы мынау оксидированный карбонизированный осындай катодтарды пайдаланғанда анау мына катодтың өзінің жалпы қызу температурасы төмендейді. Көп жағдайда мысалға вольфрамнан жасалған тікелей катодтың мысалға қызу температурасы 2200 градусқа дейін жететін болса, мынандай активированный катодтарда косвенный накалменен жаңағы температура төмендейді да 1700 градусқа дейін төмендейді. Енді ол жақсы ғой, мысалға өздеріңіз ойлаңыздаршы. 2200 градусқа қыздырған жақсы ма, әлде 1700-ге ме? Әрине 1700-ге қыздырғанда оның энергиясы аз болады. Мынау мінекей осы екі электрод, мынау үш электродты мінекей. Мынау анод, анау ішінде тұрған катод, мынау сосын ортасында сетка дейді. Мынау мінекей триодтың суреті. Енді ол триод туралы мен келесі мынау үшінші лекцияда айтамын. Мынау қазір екінші лекция. Осы пән бойынша. Мынау енді триодтың схемасы. Мынау осы лампалардың әртүрлі конструкциялары. Мінекей мына суретте көріп отырсыздар. Мынау сол лампалардың анау табаны дейміз ғой енді. Ножка табаны. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Ножка табаны, соның анау цоколевка деп атайды. Цоколевка. Енді бұл лампаның жұмыс істеу несін физикалық заңдылықтарын білу керек. Әйтпесе оның лампаның құрылымы қалай істейді, оның жаңағы жұмыс істеу принципі қалай, соны білмесе, оқымаса, онда лампалы аспапты біз біле алмаймыз. Сондықтан мінекей лампаның физикалық несінен бастаймыз енді. Физикалық процестер дейді ғой. Мінекей мынау катод қызғанда, катодтың қасында мынандай электрондардың бұлты пайда болады. Сол енді мінекей қараңыздар. Жаңа айттық қой, ол катодтың бетінен электрондар шыққанда термоэлектронный эмиссия деген физикалық құбылыс жұмыс істейді. Термоэлектронный эмиссия. Енді оны жаңа айттым мен физиканың жалпы курсында және анау мектепте де ол туралы алғашқы ұғымдар беріледі. Мінекей мынау осы термоэлектронный эмиссияның мынау тоқтың мөлшері мынау жаңағы температураға байланысты. Көріп отырсыздар ғой, мінекей мынау температура өскенде жаңағы катодтың қыздыру температурасы. Катодты қыздыру температурасы өскенде мына ток мынандай әлгі күрделі тез түрде былай өсе бастайды. Осы катодтың тоғының жаңағы температураға байланысты несі, әлгі заңдылығы, ол мынау А деген формуламен сипатталады. Көріп тұрсыздар, мінекей мына жерде Т-ның квадраты және мынау Е дәрежесі минус А каты. Сонда мынау бүйтіп шұғыл дейміз ғой, енді шұғыл тез былай өсетіні жаңағы мынау Б-ның Т квадрат, квадратичная функция дейміз. Мынау соның формуласы. Демшмен формуласы деп атаған екен. Мынау осы бірінші формуланың мынау енді екінші түрі А, Б. Енді буквенный обозначениесі ғана басқа. Мына жерде сол А-ның жиі кездесетін мәні, В нулевой мынау әлгі электронның шығу жұмысы, анау Больцманның тұрақтысы. Енді ол мына жақта егерде біз мынаны былай қарай кететін болсақ, мына жақта мынау сызық былай қарай насыщениеге кетеді. Насыщение деген енді қанығу дейді, қанығу деп аударады. Енді қарапайым тілмен айтсақ, қадығу енді әлгі
қанығу сол насыщениеға кеткен кезде сол кездегі формула мінекей мынау С формуласы болады. Ол енді насыщениеға кеткен кезде. Мынау мінекей осы мынау катод, мынау анод, көріп тұрсыздар, мынау электрондық пульт мінекей. Мынау катодтың маңында электрондық пульт тығыз болады, мына жақта азаяды. Мынау сол катодтан анодқа дейінгі потенциал өрісі. Мінекей. Катодтан анодқа дейін потенциал өрісі. Мынау не? Мына суретте әртүрлі катодтың әртүрлі температурасына байланысты өзгеріс. Мына бірінші сурет. А мынау екінші сурет, анау неге байланысты өзгеріс? Анодтық кернеуге байланысты өзгеріс. Сонда катод пен анодтың арасындағы кернеу осылай өзгереді. Енді мына мінекей мына сурет көріп тұрсыздар. Мінекей мына суретте осы анодтағы ток, анодтағы кернеуге байланысты қалай өзгереді, соны көрсеткен. Міне, анодтағы ток, мынау анодтағы кернеу. Мына сурет. Осы көріп отырсыздар ғой, мына жерде енді ол нелинейный функция дейді. Сызықты емес функция. Сызықты емес, нелинейный функция, ол енді күрделі функциялардың барлығын нелинейный функция деп айта беруге болады. Мына жерде енді сондай нелинейный функция, осы сызықты емес функцияның мынау D осының формуласы. Осының формуласы. Мынау IA, мына жерде UA. Осыны былай деп атайды. Удың дәрежесі 1,5. Удың дәрежесі 1,5 заңдылығы деп атайды. Удың дәрежесі 1,5. Орысша әдебиеттерде закон 3 в тарих дейді. Закон 3 в тарих. Значит, 3 бөлінген 2 заңдылық деп атауға болады. Осыны Богуславский бір кітапта осындай Богуславский Ленгмюр деп жазыпты. Енді ол көп кітапта өтіп жаза бермейді. Жаңағындай закон 3 в тарих деп айта салады. Так, енді мінекей мына жаңа анау әлгі формулада 2 коэффициент тұрды ғой, А мен Б. Осы А мен Б коэффициенттерінің анау несі әлгі сандық мәндері. Эксперименттен шыққан сандық мәндері. Мінекей мынау молибден, тантал, платина дейді, барий, цезий дейді. Әртүрлі металдарға осындай деректер бар. Енді мына жерде мінекей мынау көріп тұрғандарыңыз анау лампыларда соның ішіндегі жаңағы айттық қой, әлгі вакуум жасайды. Сол вакуумның лампыларға жасалатын вакуумның әдеттегі мөлшері мінекей осындай болады. Мынау N деген сөз миллиньютон сантиметр квадратный. Осындай вакуум болады. Енді мінекей мына қызықты қараңыздар. Мынау мінекей айтпақшы осы мінекей мынау анодтағы ток, анодтағы кернеуге байланысты тәуелділікті, анодтағы токтың анодтағы кернеуге байланысты тәуелділікті вольтамперная характеристика дейді. Осы мінекей вольтамперная характеристика мінекей диодтың. Біз енді қарастырып отырмыз диод. Бүгінгі сабақ диод. Ал триодты мен алдында айттым, триодты келесі сабақта қарастырамыз. Бүгін диод. Мінекей мынаны қараңыздар, мына жерде мінекей мына ток былай кеп, мына жерде мынау азайып, күрт өсуі азайып, былай қарай мынандай әлгі жазық дейміз ғой енді, жазық жолға шыққан кезде осыны насыщение, қанығу кезі дейді, қанығу кезі. Енді мына суретте мінекей қанығу кезі мінекей әртүрлі болып тұр. Мінекей көріп тұрсыздар ғой, мынау бірінші график қанығу UN1, мына жерде UN2, екінші, мынау UN3, үшінші қанығу. Сонда бұл несімен неге мынандай әртүрлі болып кетті дейсіздер ғой. Бұл анау жаңағы накал деген анау қызу деп аударамыз біз. Қызу немесе қыздыру. Анау катодтың ішінде спираль бар ғой, сол спиральді қыздырамыз. Сол мынау мінекей UN1 анау төмендеу қызған кезде, мынау одан көбірек қызған кезде UN накал деген сөз. Накал анау нит накалы сондағы кернеу. Сол қатты қызғанда былай болады. Яғни мына катодтың өзі қандай температурада тұр,
қандай температурада тұр. Сол температура өскенде мінекей мынау графиктерде осылай өседі. Міне ол мына суретте де мінекей көрсетілген, мінекей 2300, 2360, 2400. Мына жерде мінекей мынау насыщение дейміз ғой, мінекей насыщение қанығуға кеткен кезде анау бүкіл баллонның іші объемный заряд болып кетеді екен. Объемный заряд мінекей. Ал мына суретте мінекей мына қызықты қараңыздар. Мына бір екі сурет біріне бірі ұқсайды мінекей. Мына сурет және мына бір сурет, көріп тұрсыздар ғой, мінекей мына сурет және мына сурет біріне бірі ұқсайды. Бірақ мына суреттегі мына катодтың температурасына байланысты, а мына суретте мінекей анодтағы кернеуге байланысты. Сонда мынау екі сурет біріне бірі ұқсағанменен, біріне бірі ұқсап тұрғанменен, бірақ мінекей мынау екеуі біріне бірі ұқсап тұрса дағы, анау физический механизм дейді ғой. Анандай құбылысты тудырып тұрған физический механизм екеуінде әртүрлі. Біреуінде жаңағы мінекей катодтың қызғаны әсер етсе, мына жерде анодтағы кернеу. Көрдіңіздер ғой, қалай қызық. Анау физикалық, анау причина дейміз ғой енді, причина, себебі, физикалық себебі әртүрлі болса дағы, екі сурет біріне бір қатты ұқсайды. Мынау мінекей, мынау вольтамперная характеристика 6Х, 6С деген лампаныкі. Яғни фактически лампадағы не? Вольтамперная характеристика. Мынау 5С, 4С деген лампа. Өндірісте промышленностьта шығарып жатқан лампалардан алынған ғой. Так. Енді мынау мінекей осы жаңағы вольтамперная характеристика, осы жерде мінекей көріп тұрсыздар ғой, мінекей енді мынандай осы вольтамперный характеристикамен жұмыс істегенде мынандай иіліп дейді ғой, мынандай иіліп жатқан жерін қарастырмайды. Мынандай тік, енді идеальный тік болмаса да, осындай анау түзу сызыққа ұқсайтын, түзу сызыққа жақындаған осындай участогын алады. Осындай да, осындай мынандай кішкентай треугольник салады. Тағы да қайталай, мінекей мынандай почти прямой дейді енді. Почти прямой түзу сызыққа ұқсаған участкеде осындай треугольник қарастырады. Бұл треугольник, мында да солай. Бұл треугольник не үшін керек дейсіздер ғой, мінекей дельта ИА, дельта УА. Осы треугольниктан мінекей мынау F деген формуланы анықтайды. Мынау ДВА деп тұрғаныңыз мінекей мынау дельта УА, ТИА, мына жердегі дельта ИА. Бұл RI, сонда мына жердегі мына треугольник бойынша, үшбұрыш бойынша, мына жерде мынаны осы лампаның ішкі кедергісі дейді. Внутренний сопротивление ішкі кедергісі. Ал мына жерде R нулевой дегеніңіз, ол мына суретте көрсетілген. Мынау егерде мынау F мына жердегі мынау альфа бұрышпен анықталса, а мына жердегі мынау R нулевой, мынау көрсетіп тұрмын сіздерге. Ол мынау бетта бұрышпен анықталынады. Яғни бұл не деген сөз? Мынау дифференциалдық формула, мынау интегралдық формула. Яғни лампалардың характеристикаларын анықтағанда интегральный формула мен дифференциальный формула екеуі екі нәрсе болып шығады. Екі нәрсе, мынау альфа, мынау бетта. Енді мынау осы ішкі кедергі, лампаның жаңа айттық қой, біз ішкі кедергісі осындай бір важный параметр болса, келесі маңызды параметр, мынау S дегенді крутизна дейді. Бұны енді анықтама бойынша енгізген, мынау S дельта ИА бөлінген дельта УА. Осыны мынау А жаңағы крутизна дейді, мынау ішкі кедергі. Енді өздеріңіз қарап отырсыздар, мынау S пен R екеуі біріне бірі қарама қайшы нәрсе. Мінекей,
қарама қайшы нәрсе, ол мына д деген формулада көрсетілген. Мінекей мынау д деген формулада сіздер оны көріп тұрсыздар. Ер и ішкі кедергі менен с осындай біріне бірі қарама қайшы заттар. Енді мынау осы жаңағы екі электродты лампалардың вольт амперный характеристика дейді. Жаңағы вольттық амперлік сипаттамасын анықтайтын экспериментальный қондырғының мынау соның жобасы. Көріп тұрсыздар суретті. Осындай мінекей осындай қарапайым құрылғыны жинайды. Мынау миллиамперметр, мынау вольтметр, мына жерде де вольтметр, мынау мінекей тұрақты ток көзі, мынау да тұрақты көзі. Осындай қарапайым экспериментальный қондырғыменен жаңағы мінекей мынау H вольт амперный характеристиканы тауып анықтап зерттейді. Мына туралы енді біз жаңа алдында айттық. Мынау әлгі ит накалы, соның әртүрлі ит накаладағы осы вольт амперный характеристика. Мынау енді әртүрлі не материал. Анау айттық қой, катодтың бетін әртүрлі оксидный карбонизированный немесе әлгі щелочно-земельный металдарменен покрывать етеді. Мынау сол кездегі вольт амперный характеристика. Яғни анау үшінші әсер етуші фактор, екеуін қарастырдық енді, мен қайталап жатпаймын бұл жерде. Үшіншісі жаңағы катодтың материалы қандай? Анау сыртындағы, ең сыртындағы анау слой покрытия дейді. Сол қандай, соның да әсері болады. Мінекей 1 мен 2, 3 соны көрсетеді. Енді мінекей қараңыздар, жаңа мен айттым ғой, неге мынау жаңағы вольт амперный характеристикада неге мынандай тік участокты алу керек? Неге мынандай қисайып атқан жерді алуға болмайды? Мынандай мінекей тік участокты алады. Себебі мінекей мына жерде көріп тұрсыздар, егер де біз мынандай почти прямой дейді, почти прямой участокты алсақ, онда мінекей мынау дельта УА гармоникалық функция ретінде өзгерсе, дельта ИА ол да соға сәйкес гармоникалық функция болып өзгереді. Бірақ бұл тек қана мынандай прямолинейный участокте пайда болады. Мынандай иіліп кеткен қисық участокте ол мынандай заңдылық орындалмайды. Сондықтан анау жалғыз мынау 2 электродты емес, жалпы 3 электродты, 4 электродты кез келген лампаларда осындай мынандай линейный деп атайды, линейный прямой участканы таңдайды. Мынау енді недегі әлгі анодтағы бөлінетін қуат. Енді ол қуатты да есептей білу керек. Өйткені электронды аспаптарды жобалағанда ол енді қуатты да есептей білу керек. Мынау соның формуласы. Мынау енді мінекей көріп тұрсыздар, осы жаңағы екі электродты лампалар анау түзеткіш деп атайды. Орысша әдебиетінде выпрямитель дейді. Выпрямитель. Немесе выпрямитель переменного тока дейді. Выпрямитель переменного тока, ал енді қазақша айтқанда айнымалы токты түзеткіш, сол ретінде пайдаланады. Осы екі электроды лампаларды. Мінекей мынау соның әлгі айнымалы тоқты. Айнымалы ток деген не? Қараңыздар, айнымалы ток деген мінекей мынау оң жағы да бар, сол жағы да бар. Оң жағы да бар, сол жағы да бар. Плюс жағы бар, минус жағы бар. Мына жерде ток мінекей біресе жоғарыдан төмен кетеді, біресе төменнен жоғары кетеді. Біресе жоғарыдан төмен кетеді, біресе төменнен жоғары кетеді. Значит, мінекей көріп тұрсыздар, иә, вот гармоническая функция, мінекей плюс жағы бар, минус жағы бар. Осындай тоқты айнымалы ток дейді. Ал мына диод өстіп жалғағанда, мына R деген кедергінің бойында, мінекей, мынау R деген кедергінің бойында көріп тұрсыздар, мінекей мына жерде мынау астыңғы жақ дейді ғой, мынау астыңғы жақ, минусовый жақты алып тастаған.
мына жерде мінекей мен сіздерге көрсетіп тұрмын. Астыңғы жақты алып тастаған, тек қана үстіңгі жақ қана қалады. Тек қана үстіңгі жағын қалдырады. Енді сонда мынау екі электродты лампа мына жерде выпрямитель түзеткіш ретінде осылай жұмыс істейді. Енді мына жердегі мына сигнал енді былай қарай көріп тұрсыздар ғой, мынау енді однофазовый дейді. Однофазовый пульсациямен кетіп барады ғой, однофазовый пульсация. Енді оны былай қарай әлгі оны одан сайын түзету үшін, одан сайын түзетіп тұрақтандыру үшін әлгі конденсаторлар қояды. Бір емес, бірнеше конденсаторлар, сыйымдылығы үлкен конденсаторлар қояды. Сонда мынау пульсациялар жаңағы сглаживается етеді. Сглаживание пульсации деп атайды. Так, мінекей мынауда сол мінекей мынау бір схема болса, так, мынау бір схема болса, мынау сол жаңағы түзетудің екінші схемасы. Мына жерде плюс-минус мына жақтан шығады. Тұрақты. Мына жақта айнымалы, мына жақта тұрақты болып шығарады. Мынау мінекей мынауда сол диодный лампа. Бірақ көріп тұрсыздар, анод нешеу, анод екеу, катод нешеу, катодта екеу. Осындай лампалар болады. Бір лампаның ішінде екі анод бар, екі катод бар. Двухэлектродный лампы деп атайды. Мынау четырехэлектродный лампа. Мінекей бұл да мінекей мына жерде мынау айнымалы тоқты міне түзеткен. Көріп тұрсыздар ғой мінекей. Міне мынау айнымалы ток міне келді. Айнымалы ток келді. Оны былай қарай мінекей мынау астыңғы жағын срезать етіп тастайды. Соны тек қана мынау үстіңгі жағын қалдырады. Үстіңгі жағын. Еще мына жерде мінекей мынандай конденсаторлар қойса, міне көріп тұрсыздар ма, мінекей екі конденсатор қойған. Содан кейін бір катушка қойған. Сонда мынау пульсациялар мінекей сглаживается етілді. Мына жерде көрсетілген пульсациялардың мінекей сіздерге көрсетіп тұр, мен сглаживается етілген. Мінекей өстіп осындай кинотронный лампа деп атайды. Кинотронный лампалар егер де әлгі промышленный дейді ғой, промышленный өндірістегі тоқты түзетуге пайдаланса, осындай диодтарды кинотрон деп атап кеткен. Яғни кинотрон деген не дегенде, оны айтуға болады. Ол анау промышленный ток и промышленный частота, соларды түзеткенде кинотрон деп атайды. А басқадай жағдайда диод деп атай береді. Мынау енді мінекей соның жаңағы кинотрондардың жаңағы 6D 4G. Бұл енді 6D 4G деген анау осы диодный лампалардың маркировкасы деген болады. Маркировкасы деген сөз белгілеу деген сөз. Белгілегендер маркировкасы болады. Мынау соның 6D 4G маркировкасы. Мынау мінекей, мынау да маркировка. 6C 13P дейді, ол да маркировка. Мынау енді соның сипаттамалары. Бұл жерде енді мен тәппіштеп сіздерге тоқтамайым. Себебі бұның бәрі кітапта бар. Оны өздеріңіз қажет болған кезде тауып аласыздар. Енді мынау жалпы лампалардың мынау радиотехникалық аспаптарда қолдану өте кең. Мінекей мына жерде көріп тұрсыздар ғой, мінекей жиілік частотаны түрлендіру дейді. Мінекей жиілік частотаны түрлендіретін схема, мынау частота жиілікті түрлендіреді. Енді ол дегеніңіз өздеріңіз сезіп отырсыздар ғой, енді жиілік мысалға 50 герцті 100 герц қылады, 100 герцті 500 герц қылады дегендей, сондай ол өте сондай күрделі. Мынау да сол мінекей схема диодного преобразователя частоты дейді. Мінекей. Мынау детекторный каскад на диоде дейді. Мінекей. Мына диодты детекторный каскад ретінде пайдаланған. Мынау электронный лампаны генератор ретінде пайдаланған. Мынау сол схема. Мынау мінекей жаңағы диод арқылы әлгі айнымалы тоқты түзету сурет қайтадан көрсетілген. Мына жерде немене дейді? Схема амплитудной импульсной модуляции. Көріп отырсыздар, мына электронный лампалармен модуляцияны жақсы жасайды. Мінекей мына суретте көрсетілген. Енді мінекей қараңыздар. Мынау енді мына жерде 3 электродты лампа. Мынау анод, мынау сетка, мынау катод. Осы 3 электродты лампаның мынау генератор ретінде пайдаланған. Вот мен
бағана лекцияны бастағанда осы генератор ретінде пайдаланатын мәселені айтпай кетіппін. Бұл өте күшті мәселе. Мына жерде көріп тұрсыздар ғой, мінекей мынау конденсатор менен катушка, иә? Конденсатор менен катушканы өстіп екеуін біріне бірін параллельно жалғаса, осыны колебательный контур деп атайды. Колебательный контур деген анау бүкіл радиопередатчиктердің ең маңызды жері. Радиопередатчиктердің ең маңызды жері осы колебательный контур. Енді мына жерде мінекей мына нүктеге қазір антеннаны жалғай салса, мына бір нүктеге антенна жалғап, ол антеннаны далаға шығарып қойса, ал мына жерге микрофонды қойып қойса, мынау мінекей алдыңызда мына көріп тұрған сурет кәдімгі не? Передатчик. Кішкентай одноламповый передатчик болып шыға келеді. Енді мен мынау енді осы электроника сабағын бергенде осы лампылар мен үшін өте бір сондай, осы лампылар мен үшін өте бір сүйкімді тақырып. Осы лампылардың тақырыбы мен үшін өте сүйкімді, өзім жақсы көретін тақырып. Өте жақсы көрем осы тақырыпты, маған сүйкімді тақырып. Оның себебін мінекей сіздерге мына жерге жазып қойдым. Бала кезімнен өзім осындай радиотехникаменен айналысқан едім. Соны сіздерге мінекей экраннан көрсетіп жатырмын. Өзімде оқып алайын, үндемей тұрып өзімді оқып алайын. Иә, оқып шыққан шығарсыздар. Енді мынау енді бір айтатын мәселе, мынау осы мына көріп тұрсыздар, мынау мінекей диод, мынау диод. Сол диодтың мінекей мына бір түзу емес, нелинейный өзінің несі, анодно-сеточный характеристикасы, мынау нелинейный. Енді осы нелинейный сурет, график, нелинейный график. Мына жерде мінекей АБ деген түзу сызықпен қиылысқан. Түзу сызықпен қиылысқанда, осы жерде мынау Т деген нүктені тапқан. Т деген нүкте. Бұл не үшін керек? Осындай график, осы Т деген екеуінің қиылысқан нүктесін не үшін табады? Ол былай мінекей. Мына жерде көріп тұрсыздар, мынау диод, мына жерде ер кедергі. А мынау осындай әрбір лампаның мынандай шыға берісінде тұрған кедергіні, оны нагрузочная нагрузка деп атайды. Нагрузка қазақша айтқанда жүктеме. Яғни әрбір мынау радио лампа болсын, транзистор болсын, кез келген жаңағы электронды аспап, ол әлгі өзінің жайдан жай болмайды, оның өзінің нагрузкасы болады, жүктемесі болады. Сол жүктемеден өтетін ток, соның жаңағы рабочий точка дейді. Рабочий точка деген енді қазақша айтқанда жұмыс жасайтын нүктесі. Соны білу керек. Сол енді мінекей мына көріп тұрсыздар ғой, мына осы нагрузкадан өтетін Т жұмыс жасайтын нүктені табу үшін осындай мінекей мынандай сурет салады екен. Сосын екеуінің қиылысқан жерінде Т деп сол мынау ер нагрузкадағы рабочий точка осы Т болады екен. Енді осы Т-ны қалай анықтайды, соны айтып берейін. Яғни біз қазір қайда кеттік дейсіздер ғой? Қайда кеттік? Нені қарастырып жатырмыз? Біз қазір мына осы нелинейный элемент екі электродты лампа диодтың жаңағы теоретический расчетін қарастырып жатырмыз. Теориялық есептеу расчетін. Значит, былай істейді екен. Мінекей қараңыздар, мынау G дегеніңіз. Мынау G деген формула, мінекей көріп тұрсыздар, мынау жүктеме. Міне, жүктеме ғой. Осы G деген формула осы жүктемеден өтетін ток. Нагрузочный ток деп атайды, иә?
көрдіңіздер. Енді қараңыздар, осы нагрузочный ток мынау УР бөлінген R. Ал мынау УР ол ЕА минус УА. ЕА дегенің мынау батарея, УА дегенің мына жердегі мынау анодтағы кернеу. Сонда мынау жүктемеден өтетін тоқты табу үшін мынау G формуласын пайдалану керек. Енді осы мына Т нүктесін табу үшін былай істейді екен. Мынау әуелі мына Б деген нүктені есептейді. Б деген нүктені. Қараңыздар. Б деген нүктені есептеу үшін мына жерде УА, міне УА 0 деп алады. Міне УА соны 0 деп алғанда, сол кезде мінекей мынау ЕА бөлінген R ол осы Б деген нүкте шығады. Ал енді мынау А деген нүктені табу үшін, міне мынау А деген нүктені табу үшін қараңыздар, мынау ИА-ны 0 деп алады. Сонда УА тең ЕА. Мінекей. Бұл А деген нүктені таптық. Мынау Б деген нүкте. Сонда мінекей сөйтіп мынау А мен Б-ны екеуін жалғастырады да, сол мынау жаңағы мынау өзі мына диодтың айттық қой, вольтамперный характеристикасы. Сол мынау А мен Б-ны жалғастыратын түзу сызық осы қай нүктеде мына вольтамперный характеристиканы қай нүктеде қиып өтеді, сол нүкте жаңағы рабочий точка болып есептелінеді. Мінекей ол мына суретте көрсетілген, және мінекей мына жерде де көрсетілген. Енді осы жаңағы осы G менен К мінекей G формула бойынша, G формуладағы тоқты табу үшін мынау К әдісін пайдаланып, мынау Т деген қиылысқан нүктені тапқан, ол негізі мына теорияға кіріп кететін болсақ, ол мынау сызықты емес функцияның түбін табу әдістемесіне жатады. Тағы қайталап айтам, бұның анау әлгі математикалық теориясы дейді ғой. Математикалық теориясы мынау сызықты емес функцияның мынау түбірін табуға жатады. Енді сызықты емес функция деген не? Міне мысалға айталық, мынау сіздерге мен ем деген суретте, ем деген формулада сызықты емес теңдеу. Көрмейсіздер ме? Сызықты емес, күрделі дейді ғой енді. Сызықты емес күрделі теңдеудің түбірін табу оңай емес. Мысалға айталық, мынау n деген формула, егерде біздің теңдеуіміз қарапайым болса, мынау n деген формула шешіледі. Егер теңдеу қарапайым болса, мынау о сияқты теңдеу ол да шешіледі. Ал егерде мынау m деген теңдеу осындай күрделі нелинейный сызықты емес функция болса, оның түбірін табамайсың. Сонда мынау біздің қарастырған мына тәсіліміз, бұны былай деп атайды, графоаналитикалық тәсіл дейді. То есть сызықты емес, күрделі сызықты емес, нелинейный функциялардың түбірін табу үшін осындай графоаналитикалық әдісті пайдаланады. Мынау ол радиотехника, электроникада, цифровой электроника, аналоговый электроника, сол салада осындай графоаналитикалық әдіс өте қатты қолданады. Мінекей бүгін сіздерге мен осы диодтың мысал ретінде осы графоаналитикалық әдіспенен де таныстырып өттім. Енді ол плюс қой бізге. Мынау енді мінекей мынау ерді мына алдында көріпсіздер ғой мінекей. Мына жерде мінекей мынау последовательно кетті, тізбектеліп кетті, мына жерде параллельно кетті. Осы параллельно кеткенде мынандай жеке график салып, мынандай ординаталарын қосады екен. Мына жерде мінекей көріп тұрсыздар, бір кедергі последовательно кетті, бір кедергі параллельно кетті. Онда да солай, мінекей ординаталарын қосады да, сонан кейін мінекей мына жерде қиылысқан нүктені тапқанда нагрузка нүктесін табады. Енді мына жерде мен сіздерге көрсетейін деп ойлағам, кәдімгідей кітаптан алынған материал, әлгі Соколевка дейді ғой, жаңа біз мына лампалардың обозначениясын, мысалғы диодтарды Д деп белгілейді екен, двойной диодты Х дейді, кинотронды С дейді. Бұл енді мен сіздерге жай кітаптағы справочный дейді ғой, справочный материалды ғана көрсетіп жатырмын. Оны енді өздеріңіз
қазір енді бұны тәтпіштеп айтып жатуға қазір мұнда бізге уақыт жоқ. Осындай справочниктерде бар. Сонан кейін анау мен сіздерге бүгін әлгі әдебиет тізімін көрсеткенде энциклопедический словарь Колесникова деген тұрған. Энциклопедический словарь Колесникова. Сонда мінекей мына негізі ондай энциклопедиялық материал да білу керек. Энциклопедиялық материал олар енді әлгі қазақта мынандай екі сөз бар ғой, кітап сөз дейді. Кітап сөзін енді оны сен енді ол кітаптағыдан артық айта алмайсың, қысқасын айтқанда. Кітап сөзін өзгерте алмайсың, және одан артық айта алмайсың. Сондықтан сол мына Колесниковтың кітабында осы электронный лампалар туралы мінекей сондай тамаша анықтамалар бар. Мінекей соны мен сіздерге жай көрсетіп өтейін. Мінекей өздеріңіз содан кейін оқи жатасыздар. Мінекей электронный лампалардың жаңағы анықтамасы. Жаңағы айтып отырмын ғой, энциклопедический справочник Колесникова. Қандай герцқа дейін, қандай килогерц, қандай қуат, бәрі тамаша айтылған енді. Мынау электровакуумный диодтың анықтамасы, мынау электровакуумный прибор, соның анықтамасы, мынау жаңағы электровакуумный приборлар жаңағы бөлінеді. Электронный лампа болып кетеді, электровакуумный СВЧ прибор болып кетеді, үшінші электронно-лучевые приборы, осциллографтар кетеді, төртінші қайда? Төртінші фотоэлектронный приборлар кетеді, тағысын тағы, мінекей алтыншы рентгеновский трубкалар кетеді. Ойда енді неше түрлі қызық дүние бар осының ішінде. Айттай неше түрлі қызық дүние бар. Енді 50 минуттық лекцияда мен оның бәрін мына жерде созып, ұзағынан созып айтып отыра алмаймын. 50 минуттық лекциялық уақыт осымен бітті. Сондықтан тыңдағандарыңызға рахмет. Осыменен мінекей екінші лекциямызды аяқтаймыз. Жақсы, енді онда келесі лекцияда кездескенше жақсы аман сау бола беріңіздер. Осы мына ғылым білім дейді ғой, оқу тоқу дейді ғой енді. Оқу тоқу, ғылым мен білімді меңгеру жолында сіздерге үлкен жақсы табыс, жақсы жетістіктер тілеймін. Жақсы, аман есен, сау, жақсы бола беріңіздер.